9-шы есеп. Футбол алаңының ауданы 45 000 метр квадрат. Лондон картасының масштабы 1/6 000 және картадағы алаңның ұзындығы 5 сантиметрге тең. Шын өмірдегі алаңның енін табыңыз. Картаның масштабы бізде 1/6 000 және картадағы алаңның ұзындығы 5 сантиметр. Демек, бізге шын өмірдегі алаңның ұзындығын тауып алу керек. Ол үшін біз 5-ті 6000-ға көбейтеміз. Себебі картадағы бір бөлік 6000 есе кішірейген. Яғни 5 сантиметр ол 6000 есе кішірейгені. Ал шын өмірдегісін табу үшін біз 5-ті 6000-ға көбейтеміз. Сонда 30 000 сантиметр болады. Ал бізде жауап нұсқалары да және ауданда метрмен берілгендіктен 30 000 сантиметрді метрге айналдырамыз. Біз 1 метрде 100 сантиметр бар екенін білеміз. Ендеше 30 000 сантиметр неше метр екендігін білу үшін біз 30 000-ды 100-ге бөлеміз. 30 000-ды 100-ге бөлсек 300 метр болады. Демек, алаңның шын өмірдегі ұзындығы 300 метр. Ұзындығы бар, ауданы бар. Енін табу үшін біз үшінші амалда 45 000-ды 300-ге бөлеміз. Себебі аудан ол ұзындықпен енінің көбейтіндісі. Сонда 150 метр шығады. Демек, шын өмірдегі алаңның ені 150 метр. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.